Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі тақырыпта біз нерв жүйесін талдайтын боламыз. Нерв жүйесі екі түрлі қызмет атқарады. Біріншіден организмнің сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз етеді. Екінші, организмдегі барлық ағзаның қызметін басқарады. Яғни нерв жүйесі сыртқы және де ішкі ортадан түскен ақпаратты қабылдап, талдап және де оған организмнің жауабын қамтамасыз етеді. Нерв жүйесінің топографиясына байланысты орталық және де шеткі нерв жүйесі болып екіге бөлінеді. Орталық нерв жүйесіне ми және жұлын жатады, шеткі нерв жүйесіне 31 жұлын нервтері және де 12 жұп бас сүйек нервтерін құрайды. Қызметіне байланысты нерв жүйесі шартты түрде сомалық және де автономдық болып екіге бөлінеді, яғни вегетативтік. Сомалық нерв жүйесі организмнің сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз етеді. Ол теріні, көлденең жолақты бұлшықеттерді және де сезім ағзаларын нервтендіреді. Яғни қызметі біздің еркімізге, санамызға бағынатын ағзаларды нервтендіреді. Сонымен сомалық нерв жүйесі қоршаған ортадан ақпаратты қабылдап, оған организмнің жауабын қамтамасыз етеді. Автономдық вегетативтік нерв жүйесі ол ішкі ағзаларды, тамырларды, жүректі, бездерді, құрамында бірыңғай тегіс салалы бұлшықеттері бар ағзаларды, яғни қызметі біздің еркімізге бағынбайтын ағзаларды нервтендіреді. Сондықтан да бұны автономдық нерв жүйесі деп атап кеткен. Бірақ ол ми қыртысының сұр затына белгілі бір дәрежеде бағынатындықтан адам ұялғанда қызарады, қорыққанда бозарады, қатты қобалжығанда жүрек соғысы жиілейді және де тағы сол сияқты. Автономдық нерв жүйесі организмдегі тұтас бір жүйеге біріктіріп, ішкі ағзалардың қызметін реттеп үйлестіріп отырады. Ішкі ағзаларға әсеріне байланысты ол парасимпатикалық және де симпатикалық бөліктерге бөлінеді. Нерв жүйесінің анатомиялық құрылымдық қызметтік бірлігі нейрон деп аталады. Оны басқаша нерв жасушасы немесе нейроцит деп те атайды. Нейронның денесі және де өсінділері болады. Өсінділерінің дендрит және аксон деп аталатын екі түрі болады. Дендриттер нервтік импульсты тек нейронның денесіне қарай өткізсе, ал аксон импульсты нейронның денесінен тек әрі қарай басқа нейронға немесе ағзаға өткізеді. Нервтік импульс бір нейроннан екінші нейронға нейронаралық синапс арқылы беріледі. Қызметіне байланысты нейрондардың сезімтал, аралық және де қозғалтқыш деп үш түрі ажыратылады. Бірінші түрі сезімтал, оны басқаша афференттік немесе рецепторлық нейрон деп атайды. Бұл нейрондардың ерекшеліктері олардың денелері орталық нерв жүйесінен тыс орналасқан және де дендриттер аксонына қарағанда ұзын болады. Сезімтал нейрондардың өсінділерін әдетте дендритті шеткі өсіндісі, аксонын орталық өсіндісі деп атайды. Сезімтал нейронның шеткі өсіндісі рецепторлардан басталып, орталық өсіндісі жұлында немесе мида аяқталады. Сезімтал нейрон орналасқан жеріне байланысты рецепторлардың үш түрін ажыратады. Бірінші түрі экстрарецепторлар. Ол сыртқы орта тітіркендіргіштерін қабылдайды және де теріде, ауыз, мұрын қуыстарының шышты қабықтарында, сезім ағзаларында орналасып, жанасу, температуралық және де ауырсыну сезімдерін қабылдайды. Екінші түрі интрарецепторлар. Ол ішкі ағзаларда орналасқан, ішкі ортаның химиялық және де механикалық әсерлерін қабылдайды. Үшінші түрі проприорецепторлар. Олар тірек қимыл мүшелерінде, бұлшықеттерде, сіңірде, шандарда, байламдарда, сүйек қапта және де буын қапшықтарында орналасқан. Келесі аралық. Оны басқаша ендірме немесе ассоциативтік нейрон деп атайды. Нервтік импульсті сезімтал нейроннан қозғалтқыш нейронға жеткізеді. Үшінші түрі қозғалтқыш. Оны басқаша эфферентті немесе эффекторлы нейрон дейді. Бұл нейронның аксондары нервтердің құрамында ағзаларға барады. Нерв жүйесінің қызметі рефлекстер арқылы іске асады. Рефлекс дегеніміз организмнің сыртқы және де ішкі ақпараттарға жауабын айтамыз. Рефлекстер шартсыз және де шартты болып екіге бөлінеді. Туа біткен тұқым қуалаушы рефлекстер шартсыз рефлекстер деп аталады. Олар жұлын және де ми сабауы арқылы іске асады, яғни төменгі нервтік қызмет. Жеке өмір сүру барысында организмнің қоршаған ортамен уақытша байланыстар түріндегі арақатынасын шартты рефлекстер деп атаймыз. Шартты рефлекстер жоғарғы нервтік қызметті қамтамасыз ететін үлкен ми қыртысының қатынасуымен жүреді. Бұл рефлекстер арқылы организмнің өте күрделі қызметтері атқарылады. Рефлекс өтетін жолды рефлекстік тоға деп атайды. Рефлекс тоғаның құрамында сезімтал, аралық және де қозғалтқыш нейрондар енеді. Рефлекс тоға қарапайым және де күрделі болып екіге бөлінеді. Қарапайым рефлекстік тоғалар арқылы шартсыз, ал күрделі рефлекстік тоғалар арқылы шартты рефлекстер іске асады.
Суретте көрсетілгенде бізге сыртқы ортадан тітіркендіргіш берілді. Ол нервтік импульс арқылы бірінші сезімтал нейронға барады. Ары қарай аралық нейрон, содан кейін қозғалтқыш нейронға беріледі. Қозғалтқыш нейрон бұлшықеттерді активтеп, біз сол арқылы қолымызды тартып аламыз. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.